Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Айжан Кәрібай. Және де біздің блогинг саяхат онлайн сабағымыздың ең соңғы 12-ші сабағына келіп жеттік. Сіздермен бүгін өте қызықты тақырыпты қозғайтын боламын. Яғни біз Инстаграмды, Ютубты осыған дейін қарастырып, ішіндегі барлық қыр-сырларын ашып, талдап шықтық. Енді жалпы біз пост жазып жатырмыз, видео түсіріп жатырмыз, бірақ егер де оны көрермен немесе оқырман көрмесе, қалай біз ол жерге аудиторияны жинаймыз деген заңды сұрақ тууы мүмкін. Ол сұраққа мен сіздерге келесі осы сабақта жауап беремін. Яғни бұрындары, егер де дәл Инстаграмды алатын болсақ, бұрынғы Инстаграмның алгоритмі өте қарапайым болатын. Яғни сіз бір қызықты пост жасаңыз болды, ол жерге адамдар лайк басады, комментарий жазады, және де сіздің постыңыз өте керемет топтарға шығады. Ал қазірде алгоритмдер өте қиындау, күрделі болып кетті. Сол себепті қазірде топқа шығу немесе жалпы аудиторияны жинау өте кішкене қиындау. Сол үшін бізге продвижение, яғни SMM мамандар қажет болады. Бірақ егер де сіздің жалпы кәсіби тұрғыда SMM маманды жалдауға қаражатыңыз болмаса, онда сіз өз-өзіңізге SMM-шік бола аласыз. SMM дегеніміз, яғни social media маркетинг. Яғни бұл жерде маркетинг те бар, және де әлеуметтік желілердегі маркетинг дейміз. Бұл жердегі біздің жүйеміз қалай жұмыс істейді. Жалпы біз кез келген пост жаздық деген, оны біз аудиторияға қалай жеткізе аламыз? Ол жеткізудің бірнеше түрлері бар. Бірінші нәрсені алайық, ол таргет жарнама. Яғни таргетинг деп жатамыз. Қазірде тіпті сондай бір мамандар бар, таргетолог деген мамандар да шығып жатыр. Олар не істейді? Сіздің дайын тұрған постыңызды алып, Инстаграмның өзінің жүйесіне салып, оны промо акцияға, яғни ақша төлеп, бюджетін шығарып, оны адамдарға көрсетеді. Яғни ол рекламный пост ретінде көрінеді. Өздеріңізде байқап жүрген шығарсыздар, Инстаграмда сізде кейде өзіңіз жазылмаған адамдардың посттары сізге көрініп тұрады, яғни реклама ретінде көрінеді. Яғни ол адамдар Инстаграмға былайша айтқанда ақша төлеген, және де Инстаграм олардың посттарын сол сіздің адамдарыңызға көрсетіп жатыр деген сөз. Мысалы, кез келген өзіңіздің лентаңыздағы, мысалға, мынау постты мен таргетке бергім келеді. Онда, егер де ең қарапайым түрін айтатын болсақ, Инстаграмның ішінен посттың астында сізде продвигать деген мынандай кнопкасы жазылып тұрады. Яғни сол продвигать деген нүктені басамыз. Енді сіздің выберите место назначения дейді. Яғни сіздің потенциальны көретін адамдарыңыз қай жерге келу керек? Сіздің профиліңізге, немесе мүмкін сіздің бір қосымша сайтыңызға келу керек шығар, немесе сізге бірден дайректке хабарлама жазу керек шығар. Мысалға, ваш профиль дегенді таңдасақ болады. Яғни менің Айжан Кәрібай деген профиліме Инстаграмма адамдар келу керек. Енді дәле дегенді басамыз. Бұл жерде Инстаграм жүйесі сізге өзі барлығын көрсетіп отырады. Яғни сіздің аудиторияңыз таңдау керек. Яғни таргет аудиторияңыз олар кімдер? Сіз осы постты кім көрсін дегіңіз келеді? Мына жерге жазасыз. Автоматты түрде Инстаграмның өзі сізге таңдап берсін десеңіз, автоматты түрде қалда береді, немесе создайте свою аудиторию дегенді басасыз. Мысалға, олардың жас мөлшері қандай? Айтайық, мына жерде 26 мен 35 жас аралығындағы әйелдер мен ер адамдар дейік. Олардың қай жерде тұруы мүмкін? Сіз өзіңіз Алматы қаласын алсаңыз болады. Немесе дәл нақты тек қана өзіңіздің ауданыңызды алсаңыз болады. Немесе бірнеше қалаларды алсаңыз болады. Бұл жердің геолокациясы өте кең. Яғни местная деп алсақ та болады, радиусын бір 18 километр аралықтағы осы барлық жерге көрсетіледі. 30 километр дейік. Енді келесіні қойып, енді интересыды қараймыз. Интерес, мысалға, сіздің потенциалды көрермендеріңізге не қызық болуы мүмкін? Салон красоты дейді, мына жерде покупки и мода, мүмкін сіз бір сондай сәнге байланысты пост жазсаңыз, онда салон красоты да аласыз, мысалға, косметика оның ішінде, визажист деген сияқты өзіңіздің, мысалға, елдерге көрсетілетін пост. Бұны да готова дейсіз, және де міне сізге осындай нәрселердің барлығы шықты. Келесіде өзіңіздің бюджетіңізді жазасыз. Мысалға, сіздің постыңыз ол бір $3 немесе $5 бастап күніне сондай бюджеттегі жарнама қоюыңызға болады.
Яғни бұл жердегі жарнаманың ең басты нәрсесі біздің аудиториямызды дұрыстап таңдау. Егер де сізге кеңірек аудиторияны нақтылау керек болса, онда промо акцияны Инстаграмнан емес, Фейсбуктан ашқаныңыз жөн болады. Фейсбукта енді таргетологтардың өздері осы Фейсбукта ашып, ол жерде кәсіби тұрғыда жасайды. Ол жердегі функциялар да өте көп. Мысалы, сіздің бір қызметіңіз ол жаңа үйленген немесе тұрмысқа шығайын деп жатқан қыздарға арналған болса, онда Facebook барлық өзінің профильдегі, яғни жаңағыдай вступила в брак деген қыздар өздеріне статус қояды. Сондай статустағы қыздардың барлығына сіздің постыңызды көрсетіп шығуы мүмкін. Яғни сондай бір керемет лайфхактары бар. Фейсбуктағы да таргет өте қатты қиын нәрсе емес. Оның ішіне бір отырып, кірісіп, қарап көрсеңіз, барлығы да жеңіл. Ең бастысы ол жердегі макетті дұрыс құру керек, және де қазірде постты ғана емес, және де стористі де осындай таргетке берген өте ыңғайлы. Ал егер де сізге таргет жасау қиынға соқса, оның ішінде барлығын қарап отырғым келмейді, ол маған тіпті күрделі дейтін болсаңыз, ең қарапайым жолмен барсаңыз болады. Бұл жерде блогерлердің жарнамасы, яғни басқа блогерлер сіз сияқты көрсетілім жинаған, немесе сізден де өте жоғары топ блогерлерден сіз жарнама сатып алсаңыз болады. Ол схема қалай жүреді? Ең бірінші сізге анализ жасау керек болады. Сіздің аудиторияңыз қай жерде отыр, қай блогердің аудиториясын сіз қалайсыз, қай блогердің аудиториясы сияқты болсын деп ойласаңыз, сол блогерге барып, содан жарнама сұраңыз. Яғни блогерлерге жарнама берудің бірнеше шарты бар. Ең алдымен ол блогердің парақшасын зерттейсіз. Ода қанша көрсетілім бар екен, қанша адамдар қаншалықты белсенді оның парақшасында. Мүмкін кейбір блогерлер жай ғана өзінің жазылушыларын сатып алған шығар, немесе неше түрлі giveaway, жаңағы конкурстарға қатысып, өте көп аудитория жинап алған шығар, бірақ олардың барлығы белсенді болмауы мүмкін. Сол себепті ең алдымен анализ жасап, және де сол блогерге жай ғана дайректіне жазсаңыз болады. Сәлем, мен осындай блогермін, сіздің парақшаңызда жарнама жасайсыз ба, мүмкін маған жарнама жасап бере алатын шығарсыз деген сияқты өте сондай бір кәсіби тұрғыда, яғни деловая переписка болады бізде. Бұл жерде ең басты блогердің назарын аударту. Мүмкін сіз маған сіздің парақшаңыз өте қатты ұнайды, мен сізді бұрыннан бері оқып келе жатырмын деген сияқты міндетті түрде комплимент айтатын шығарсыздар, өйткені блогерлердің бәрі шын мәнісінде комплиментті жақсы көреді. Және де келесіден әрине оның прайсын сұрайсыздар. Мүмкін кейбір блогерлердің жазылушыларына қарай бағасы да өсіп отырады. Мысалға, егер сіз жаңа ғана бастайтын, өзіңіздің парақшаңызда тек қана 500 мың адам ғана бар болатын болса, ал сіз бір 100 мың подписчигі бар адамға келіп жарнама сұрайтын болсаңыз, оның бағасы сіз үшін тым қымбат болуы мүмкін. Және де бір уақытта сізге 100 мың адам жазылып алса, оның өзі де охватыңызды қатты көп көтермейді. Сол себепті ақырын қадам бойы өскен өте жақсы. Егер де сіздің жазылушыларыңыздың саны 500 мың болса, онда 10 мың немесе 12 мың подписчигі бар блогерлерге жүгініңіз. Олар сізге бір 1000 адамдай алып келу мүмкін. Одан кейін өзіңіздің подписчиктеріңіз өскен сайын, сізден кішкене бір есе ғана үлкен блогерлерге жүгіну керек. Тағы да бір тәсіл бар, біздің аудиториямызды үлкейту үшін, ұлғайту үшін жасалатын амалдардың бірі ол giveaway. Бірақ бұл кішкене сондай бір күдік туғызатын амал десек болады. Өйткені giveaway-ға қатысатын өзінің бір ережелері бар. Егер де сіздің подписчиктеріңіздің саны бір 10 мың адамдай дейік, сіз сол бір 100 мыңдық адамы бар блогердің giveaway-не қатысатын болсаңыз, сізге соншама көп адам келеді, бірақ сол конкурс, яғни giveaway біте салысымен ол адамдардың барлығы сізден қайтып шығып кетуі мүмкін. Яғни ол giveaway-ге сіз қатыса салысымен өзіңіздің парақшаңызды қолға алу керек. Яғни өзіңіздің парақшаңызды бұрыннан да күштірек сізге жүргізе бастау керек. Контент планды одан сайын қызығырақ жасап, кәдімгідей күн сайын сізге пост жазып, күн сайын сторис салып, ол адамдарды ұстап қалу қажет.
Егер де ұстай алмай қалған жағдайда, онда ол адамдардың бәрі кетеді сізден, және де отпискалары өте көп жүрген парақшаны Инстаграм тіпті блокқа да немесе черный банға да кіргізіп тастауы мүмкін. Сол себепті ондай нәрсемен өте абай болғандарыңыз дұрыс. Ең бастапқы сіздердің қадамдарыңыз ақырын блогерлермен жұмыстан бастасаңыз болады. Мысалға, егер де қаражатыңыз тым көп болмаса, онда жай ғана блогерлік бартер дегенде бар. Яғни сіздің аудиторияңызбен ұқсас блогерді аласыз. Мысалға, сізде 10 мың адам болса, ода 12 мың адам дейік. Онда жазасыз, давай мен сіздің парақшаңызды жарнамалайын, ал сіз менің парақшамды жарнамалаңыз. Яғни арасында ақша жоқ, тек қана бартер. Міне осындай қадамдармен кейде ақша салып та, ақша салмай да өзіміздің блогымызды үлкен аудиторияға дейін өсіруге болады. Ең басты ережені ұмытпаңыздар, ол қашанда еңбектену, яғни талмай жазу, талмай жұмыс істеу. Сол кезде ғана сіздер кәдімгідей блогерліктің жемісін ала аласыздар. Достар, сонымен бізде ең маңызды нәрсе, ешқашанда идеалды жағдайды, идеалды күнді немесе уақытты күтпеңіздер. Егер де осы видеоларды біздің сабақтарымызды көру барысында шын мәнісінде сіздердің құлшыныстарыңыз артса, онда дәл қазір Инстаграм немесе ютубтағы блогымызды бастайтын уақыт келді. Кейде адамдар болады, мен әлі біліп алу керекпін, мен әлі тереңірек оқып алу керекпін, мен әлі де білмей тұрмын, әлі де маған тәжірибе керек деген сияқты сылтаулар айта бастайды. Бірақ оның барлығы тек қана сылтау. Блог деген соншалықты қиын нәрсе емес. Ең басты нәрселер олар тәжірибе арқылы сіздерде жүзеге асады. Сол себепті ешқашанда оны артқа тастамай, егер де құлшынысыңыз, қалауыңыз оянып тұрса, онда дәл қазір алып Инстаграм немесе ютубтағы арнаңызды ашып, сол блогты жүргізуді бастаңыздар. Өйткені бүгін сіз бастамасаңыз, ертең одан да үлкен алгоритмдер пайда болады, одан да сізден де бұрын бастап кеткен инстаграмер немесе ютуберлер алға озып кетеді. Сол себепті бұл жерде уақыт мәселесі де өте маңызды. Неғұрлым ерте бастасаңыз, соғұрлым сіз ертең жақсы жетістіктерге жететін боласыздар. Достар, сонымен осы 12 сабақ бойы біз сіздермен өте көп тақырыптарды қарастырып шықтық. Алдымен жалпы блогосфераның тарихынан бастап, инстаграмды жүктеуден бастап, біз инстаграмдағы суретті редакциялау, қалай текст жазуға дейін біз сіздермен бірге бардық. Контент планды да көрсеттік. Және де ютубты да екінші бір өте үлкен әлеуметтік желі, ютубқа да біз көз салдық. Бұл жерде тек қана инстаграм емес, ютуб мысалға әр адамның өзінің бейіміне қарай. Мысалға сізде жазу машығы көбірек болса, әрине инстаграм сізге жұмыс істейді. Ал егер де монтаждау ұнаса, бір қызықты клиптер жасау ұнаса, яғни бір нәрсені солай жасап шығару ұнайтын болса, онда әрине ютубты де көрсеңіздер болады. Сонымен достар, біздің онлайн сабақтарымыз соңына дейін жетті. Осы жерге дейін көріп шыққандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған мен Айжан Кәрібай.